Сараң патша. Апай төс дәу қасқыр әдеттегідей өзінен 2 есе үлкен бұланды сылқ еткізіп, кеше ғана таққа отырған патшасының алдына тастай салды да: «Өзіңіз бөліп берерсіз», деді. Патша қасын керіп, сәл ойланып тұрды да: «Бара бер, өзім реттеймін», деді. Бұланның тәтті иісі шыққан соң, жан-жақтан қасқырлар ағынның алдына жинала бастады. Олардың жалақтаған түрін көрген патша қасқыр қызметшісіне: «Мыналарға бөліп бер, бұланға қоса мені де жеп кететін түрі бар екен», деп ашуланып қалды. Соңыра патша аңшыларын шақырып алып: «Сендер адалсыңдар, бірақ аңқаусыңдар. Жарқыратып, жайнатып, бұлан етін алдыма тастай салдыңдар. Жасыру деген жоқ. Бұланның бір кесек етін де жемедім. Барлығын анау анталаған қасқырлар жеп кетті. Бұдан былай аңшылықты басқаға тапсырамын», деді. «Ау патшеке, бұрын бұлан еті бәрімізге тең жететін еді. Бір жапырақ ет бұйырмады дегеніңіз қалай?» деп таңданды аңшылар. «Мен бұрынғы патшадай аш-жек емеспін. Мен басқамын. Мені біреумен салыстырмаңдар», деп ашуланған жаңа патша аңшыларды қатты жазалаудың амалын ойластырды. Ақыры зынданға қамап тастады. Патша ойланып, аңшылыққа ыңғайлы қасқыр таба алмады. Бірі батыр болғанымен аңқау, екіншісі өтірікші. Алдап, көп етті астына басып қалуы мүмкін. Сөйтіп, тыңайып алып, тағыма таласса қайтемін, деп те қауіптенді. Үшіншісі сенімді, бірақ әлсіз. Одан да аңшыны шет жерден іздейін. Оны қорқауларға тапсырайын, деп шешті. Әрі өз ойына өзі дән-риза болды. Ол қорқауларға бір елшісін жіберіп, басшысын шақырып алды. «Менің мынау ұлан байтақ жерім сендердің тақыр шөлдерің сияқты емес. Неше түрлі аң құсқа бай. Осы аңды аулайтын, айласы асқан, азуы өткір, тырнағы қатты көмекші керек. Ал менің аңшыларым шетінен аңқау», деп қабағын түйіп сөзін аяқтамай біраз отырып қалды да, сәлден соң қолын бір сілтеп: «Оларды қойш, саған ұсынысым бар. Маған аңшы болуға қалай қарайсың?» деді. Патшаның ойын сөз басынан ұққан қорқау бір жұтынып алып, жермен жексен болып, иіле тағзым етіп: «Бұл үлкен істі маған дұрыс тапсырып отырсыз. Мен сіздің қасқырларыңыз секілді ел жұртқа жариялап, жұрттың көзінің жауын алып, ашық күнде қызыл етті төбеге көтеріп алып келмеймін. Түнде боқпантайлап, етін бөлшектеп, 12 жілікке бөліп, сарайыңа жасырын кіргізіп отырамын», деп жылмаңдады. Бұл сөз патшаға ұнады. «Келістік», деді бірден. «Қазірден бастап іске кіріс. Мойныңа менің қарғыбауымды тақ. Сонда саған менің қасқырлардың ешқайсысы тиіспейді». Патшаның алтын қарғыбауы сілімтік қорқаудың мойнында қолаға айналғандай қара күрең тартты. Патша үнінен танауын көкке көтере, арықтығын білдірмей, жүнін қомпайтып шыққан қорқау жан-жағына тәкаппарлана қарады. Қорқауды көрген өзге бір қасқыр бас салып еді, құйрығын 2 бұтын атыға, жерге жата қалған қорқаудың мойнындағы патша берген қарғыбауды көріп, амалсыз бұрылып кетті. Ағын алдындағы жағдайды көрген патша дереу жарлық шығарып, әлгі тентек қасқырды да терең зынданға қамауға бұйрық берді. Арада біраз уақыт өтті. Қорқаулар тобымен келіп, қасқырлар патшалығында тайраңдап жүр. Қасқырлар секілді аңның ауруын, әлсізін, кәрісін ауламайды. Жас па, бала ма, оған қарамайды. Көзге түскенін жабыла қоршап, қылғындырып өлтіріп, шетке шығарып алып кетеді. Ең бірінші, майлы жілікті өздері таласа тармаса жеп, тойып алған соң, қалған көгетті 12 алақандай тарелкеге салып, 12-сі селкілдеп ағынге алып кіреді. Сөйтіп, бұл іске патша дән риза, қорқаулар да мәз. Бір күні аң аулап шыққан өзге қасқырларды көріп қалған қорқау
дереу патшаға жүгірді. Патшеке, сізге деп аңдыған қарны қабақтай, басы табақтай бір бұланды қасқырлар көз алдымызда қақып кетті. Енді бүгін сізге ештеңе әкеле алмай айыпты болып тұрмыз, деп жыламсырады. Мына сөз патшаның қатты ашуын келтіріп, әлгі қасқырларды да зынданға қамап тастады. Сөйтіп, зынданға түскен қасқырлар құрдымға кеткенде қайта шықпады. Уақыт өте келе мүлде ұмытылып кетті. Оларды іздегендер де шетінен зынданға кете берді. Сондықтан оларды үнін шығарып ешкім іздемейтін болды. Осындай оқиғалардан кейін қасқырлар патшадан емес, ең бірінші қорқаулардан қорқатын болды. Олар да аңшылыққа, жұрт ұйқыға кеткен уақытта шығып, аулағанын тығып жеуге үйренді. Арықпыз дегендей жүнін сүмірейтіп, көзге көрікті болып көрінуден қалды. Арада біраз жыл өткенде қасқырлар патшалығындағы барлық аң-құс, қоян, тышқан түгел таусылып бітті. Қасқырлар елді тастап, азық іздеп сабылып кетті. Ал қорқаулар семіріп, патша ауру қасқырдай арықтады. Бір күні қорқаулардың басшысы келіп, «Патша, жеріңде азық болар, бірде-бір тұяқ қалмады. Біз мұндай кедей патшаға қызмет ете алмаймыз. Күн ұзаққа азық іздейміз, қарнымызды ашты», деді. «Ау, сендер менің сенімді қызметшілерім емессіңдер ме? Менің жерімде жоқ болса, басқа жерден азық әкеліңдер», деп айбаттанып сөйлеп еді. Даусы шиқылдап, бейқылдап, ақыры қарлығып шықпай қалды. Күйлі қорқау қарқ-қарқ күліп, «Ондай ұрлыққа анау тентіреп патшасын тастап кеткен қасқырларыңды жұмсарсың. Аш қасқыр ненде болса істеуге дайын. Ал маған қарын тойдыру керек», деп патшаның өзіне бас салды. Сол ақ екен, ағын алдында тұрған өзге қорқаулар лап беріп, патшаға еш шидырмай, бұтын бұт, қолын қол етіп бөліп алып кетті. Сөйтіп, сараң патша өзін өзі осылай өлтірді. Жаңа ертегінің жарияланғанын біліп отыру үшін каналға жазылып, қоңырауды басыңыздар.